Ақылды вәзір. Бағзы заманда әділдігімен әрі даналығымен аты шыққан бір патша болыпты. Оның жанында көптеген вәзірлері бар екен. Патша солардың ішінде Қожамберді есімді вәзірді ерекше құрметтеп, өзіне жақын тартады екен. Басқа вәзірлер патшаның Қожамбердіге жасаған ілтипатын көре алмай, іштей ұнатпай жүреді екен. Күндердің күнінде қызғаныш сезіміне жеңілген вәзірлер патшаның құзырына шығып дат айтады. «Уа, баршамызға пана болған хан ием, сізге айтар датымыз бар» дейді, бірі суырылып алға шығып. «Құлағым сендерде, айтыңдар» дейді патша. «Біз барлығымыз аянбай, өзіңізге адал еңбек етіп жүрген вәзірлеріңізбіз. Бірақ бізге қарағанда Қожамбердіге ерекше ілтипат көрсетесіз. Бір басына 5 кісінің жалақысын бересіз. Осының мәнісін білгіміз келеді» дейді басын иіп. Патша вәзірлерінің көңіліне қызғаныш құрты түскенін байқайды. Олардың бұл қылығын жақтырмаған сыңай танытып, қабағын түйіп үнсіз отыра береді. Жауапсыз қалған вәзірлер де әрі қарай істің насырға шабатынын түсініп, үнсіз шығып кетеді. Арада бірнеше күн өтеді. Патша вәзірлерімен бірге аң аулауға шығады. Олар алыста кетіп бара жатқан бір керуенді көреді. Сонда патша вәзірлерінің бірін жұмсап, керуеннің қай жақтан шыққанын біліп келуді тапсырады. Мұны естіген вәзір дереу шаба жөнеледі. Сәлден соң оралып, керуен Үндістаннан келеді екен дейді. Ал қай жаққа жол тартыпты деген хан сұрағы жауапсыз қалады. Оны біліп келу үшін келесі вәзір шауып кетеді. Тақсыр, керуен Иранға барады екен дейді. Екінші вәзір ентігін баса алмай: керуен не әкетіп барады екен?» деп сұрайды. Бұл сұрақ та жауапсыз қалады. Оның жауабын білу үшін үшінші вәзір аттанады. Ол да тез оралып, керуен кілем жібек мата әкетіп барады дейді. Сонда патша Үндістаннан шыққанына қанша болыпты деп сұрайды. Бұл сұраққа жауап бере алмаған вәзір үнсіз қалады. Мұны біліп қайту үшін басқасы жөнеледі. Осылайша вәзірлер бір-бірлеп керуенге барып келеді де, бірақ ешбірі патшаға тұшымды жауап бере алмайды. Сонда патша вәзірлеріне былай деген екен: «Бір күні Қожамбердімен бірге жолға шыққан едік. Анадайда өтіп бара жатқан керуенді көріп, Қожамбердіні бір сынайын дедім. Сөйтіп, керуен қайдан келеді екен, біліп келші дедім. Ол сол жаққа барып келді де, манағы сұраған сұрақтарының бәріне нақты жауап берген еді. Сендердің бірнеше рет барып біліп келгендеріңді ол бір барғанда ақ сұрап біліп келді. Көрдіңдер ме? 5 адамның жұмысын бір-ақ адам істей алады екен. Сол себепті мен Қожамбердіге 5 кісінің жалақысын төлеймін». Осы жайттан вәзірлер тағы да патшаларының көрегенділігі мен әділдігіне куә болады. Патшаның Қожамбердіге деген құрметінің орынды екенін түсінеді. Вәзірлер сол күннен бастап Қожамбердінің ақылы мен парасатына қызғана емес, қызыға қарайтын болыпты.